Өткен сенбіде елімізде жалпы республикалық Таза Қазақстан экологиялық акциясы өтті. Бастама аясында Шымкентте де кең көлемді сенбілік ұйымдастырылып, қоршаған ортаны қорғау мен тазалықты сақтау бағытында ауқымды жұмыстар жүргізілді. Іс-шараға аудан тұрғындары, коммуналдық мекеме қызметкерлері, балабақша мен мектеп ұжымдары қатысты. Тазалық акциясына әкімдік қызметкерлері де жұмыла атсалысты. Былтыр жылдан бастап білесіз, Таза Қазақстан деген үлкен жоба, үлкен акция басталған болатын. Бұл дегеніміз біріншіден табиғатты қорғау, өзіміздің тұрған жерімізді, қаламызды, ауданымызды, үйімізді таза ұстау. Тазалық өзімізден басталады дейді. Тазалық бар жерде денсаулық бар. Сол үшін жаңағы бұл үлкен іс-шара. Жалпы бұл іс-шара бізде тамыз айынан соңына шейін жалғасады. Таза Қазақстан тазалық науқаны ғана емес, бұл экологиялық мәдениетті қалыптастыру, ортақ жауапкершілікке үндеу, табиғат баршамызға ортақ, оны таза ұстау әр азаматтың міндеті дейді аға буын. Тазалық акциясы ұйымдастырылып жатыр. Құда қаласа мінекей бұл деген үлкен келешек ұрпаққа үлкен сабақ, жастарға үлкен сабақ. Құда қаласа әркім өз үйін таза ұстайды ғой. Сол сияқты біз де осы қаланы таза ұстауға сіздерді шақырамын. Сенбілікке атсалысқандарға әсіресе коммуналдық мекеме қызметкерлері разы. Олар қаланы күн сайын тазалағанымен сенбілік жұмыстарының орны бөлек деп отыр. Жүрген жерімізді таза ұстайық. Қаламыз күннен күнге гүлденіп баратыр. Жастарға айтатын сол тазалықты ұстап, тәрбиелі болса, біздің қаламыз әдемі қала болып баратыр, шам қаламыз. Мемлекет басшысының бастамасымен қолға алынған экологиялық акциясында Шымкентте жыл басынан бері 26 тонна қоқыс шығарылған. Оған түрлі мекеме қызметкерлерімен қатар 3000-дай ерікті жас жұмылдырылған. Кезекті шарада бір ғана Қаратау ауданынан 550 қызметкер мен 60-70 техника жұмыс істеді. Перизат Биназарқызы, Аяжан Иманбай, Мади Жаппарханов, жаңалықтар.